Баршаңызға сәлем, сіздерменен Сандуғаш, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен творожный пирогтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: творог, маргарин, шекер, жұмыртқа қажет болады. Шекер қажет болады. Сонымен бірінші біз ұнымыз бен маргаринімізді, шекерді үшеуін араластырып, песочный қылып, қолмен мұжғылау арқылы майдалап аламыз. Маргариніміздің бәрін ұнға мұжып алатын боламыз. Кейін ұнның үстіне кішкене разрыхителімізді, бір пачка разрыхителімізді қосып, ұнмен араластырып алатын боламыз. Мен ұмытып кетіппін ғой. Сөйтіп ұнымызды маргаринға салып араластырып аламыз, мұжғылап. Араластырып алдық. Тестамыз міне осылай болып шықты. Араластырған кезде песочный әдемі болып шықты. Енді біз творожныйды жасайтын боламыз. Творогтың барлығын салып алатын боламыз. Творогты салып алып, үстіне шекеріміз бен жұмыртқасын салатын боламыз. Сөйтіп жақсылап мұжғылап араластырып алатын боламыз. Достар, менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер, менің алдағы уақытта шыққан видеолардың барлығын бірінші болып сіздер көретін боласыздар. Алдағы уақытта әртүрлі қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Творожный пирогымызға қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Осылай екі жұмыртқамызды жарып, салып аламыз да жақсылап араластыратын боламыз. Шекерімізді барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді тапамызға тестамыздың жартысын салып алатын боламыз. Тура ортасынан бөліп, жартысын салып аламыз. Менің YouTube каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар, достар. Тестамызды осылай барлығын жайып алдық. Енді үстіне творогымызды салатын боламыз. Творогымыз полный барлық жеріне жеткізіп шығамыз. Жеткізіп жайып алатын боламыз. Творогымыздың барлығын жайып алдық. Енді қалған тестамызды үстіне салатын боламыз. Қамырымыздың барлығын үстіне салып жайып аламыз. Творожный пирогымызды 180 градуста қызып тұрған печкеге пісіріп алатын боламыз. Оның үстіне сахарный пудра шашып, аппақ қып өзіңіз әрлеп қойсаңыз болады. Осылай барлығын салып алдық. Менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз.